Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 9-шы сабақтың тақырыбы Балғабек Қыдырбекұлы танымал жазушы. Сабақтың мақсаты ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау, тәуелдік жалғауды, оңаша және ортақ тәуелдеу, дұрыс қолдану. Айтылым тапсырмасы, екінші тапсырма, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Бүгінгі сабақтың тақырыбына бұл суреттің қандай қатысы бар болуы мүмкін? Өз болжамыңды айт. Бұл өнер туындысы қалай аталады? Суретте қандай тарихи көрініс, оқиға көрініс тапқан? Дескриптор өз болжамын айтады, 2 балл. Суретте қандай тарихи оқиға көрініс тапқан анықтайды, 1 балл. Тіл тазалығы, 1 балл. 9-10 сабақтар, 4-ші тапсырма. Балғабек Қыдырбекұлы 1929 жылдың 4 сәуірінде Алматы облысы Жамбыл ауданы Таран ауылында дүниеге келген. Балғабек Қыдырбекұлы 1950 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Еңбек жолын Социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер ретінде бастаған. Кейін осы газеттің бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. 1983-1987 жылдары беделді газеттің бас редакторы болды. Жазушылық пен журналистікті қатар алып жүрген қаламгер, сол жылдары Қазақстан журналистер одағы басқармасының да төрағасы болды. Балғабек Қыдырбекұлы қоғамдағы келеңсіз мәселелерді сынап, түрлі тақырыптарда сықақтар, фельетондар жазды. Фельетондар жинағы алғаш рет 1962 жылы «Ешкімге айтпа» деген атпен жарық көрген. Кейінгі жылдарда да осы жанрда өндіре қалам тербеді. Соның нәтижесінде «Шайтанның шатағы», «Қара сандық», «Маздаған шырақ», «Ұрының еншісі», «Ақпағұлақ», «Алатау», «Ақмақтың миы» тағы да солай сияқты жинақтары жарияланды. Балғабек Қыдырбекұлы шығармаларында халықтың тарихын сөз өнерінде зерделеді. Ұлт тарихындағы ірі тұлғалардың бейнесін шеберлікпен сомдады. Осы тақырыпта қаламынан түгел сөздің түбі бір, қым-қиғаш жылдар, қайран ораз және тағы басқа еңбектер туды. Балғабек Қыдырбекұлы «Түп қияннан өзіме дейін» деп аталатын Қазыбек Бек Тауасарұлының қолжазбасын тауып, кітап етіп шығарды. Балғабек Қыдырбекұлы әңгіме жанрында да көптеген шығармалар жазды. Жазушының «Темір жолшы», «Жалғыз жолбарыс өлімі» және тағы басқа әңгімелерінде қазақ даласындағы сан түрлі оқиғалар шеберлікпен суреттелді. Балғабек Қыдырбекұлы Қазақ КСР жоғары кеңесінің 2 мәрте депутаты болып сайланды. Оған қазақ журналистикасы мен әдебиетіне сіңірген еңбектері үшін мемлекеттік марапаттар берілді. Жазушы әрі журналист еңбек қызыл ту, халықтар достығы ордендерімен марапатталған. Ол 1995 жылы 25 маусымда Алматы қаласында қайтыс болды. Оқушылар, сұрақтарға жауап жаз. Мәтінде кім туралы айтылған? Кейіпкердің мамандығы қандай? Мәтінде қандай тәуелдік жалғаулары қолданылған? Мәтінде қандай күрделі сөздер кездеседі? Тыңдалған мәтін қай стильге жатады? Дескрипторға назар аударайық. Балғабек Қыдырбекұлының түйіндемесін жазады, 2 балл. Мәтінде қандай тәуелдік жалғауларды анықтайды, 1 балл. Күрделі сөздерді анықтайды, 1 балл. Мәтіннің стилін анықтайды, 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар.